Қазақ даласында да каннибализм болған, білесің бе? 1931-1933 жылдары ұжымдастыру кесірінен қазақ даласында ашаршылық кезеңі болады. Дәл осы ашаршылықта 1926 жылы халық санағы бойынша 3.628.000 қазақ болатын болса, 1939 жылы қазақтардың саны небәрі 1.321.000 адамды құрады. Қалай 20 миллионға жеткенбіз, Және осы кезде көптеген адамдар аштықтан қырылып қалды. Ал кейбір аштыққа шыдай алмаған адамдар адамның етін жеумен айналысқан. Тіптен жыртқыш аңдарға ұқсап, яғни Нат Гео Уайлдтан көрсеңіздер, дәл сол сияқты охотаға көшкен адамдарға. Және осы кезде ашаршылықтан кейбір адамдар шыдай алмай көтерілістер жасайды. Бұл ОБТ-да келеді. Ол бізде 1929 жылы батпақ қара және созақ көтерілістері. Бұл көтерілістердің барлығын ұлтшыл ауытқушыл дейтін айыппен айыптап, барлығын жер аудартып жібереді. Ұлт зиялылары не істеді дейтін болсақ, ұлт зиялылары жиналып атақты Бесеудің хатын жазады. Бұл сөздерде ОБТ-да келеді. Бесеудің хаты 1932 жылы Голошокинға жазылған хат. Хаттың авторлары Ғатау Уилин, Мүсірепов, Алтынбеков, Қуаныш. Және бізде 1933 жылы Тұрар Рысқұлов Сталинге қазақ жеріндегі аштық жайлы хат жібереді. Жалпы бұның барлығы қазақ жеріндегі аштықты тоқтату үшін. Өкінішке орай академик Қозыбаевтың дерегі бойынша 2 миллионнан адам астам осы аштықтан қайтыс болған. Сол себептен бургер жей бермей, ОБТ-ға дайындал. Сіздерден лайк, подписка. Келесі қандай тақырып керек, комментарийға жазып кетіңіздер.